Сәлем достар! Әлемнің әр түкпірінде сұлулығына тәнті ететін табиғаттан ғажайыптары жетерлік. Бүгін назарларыңызға жер бетіндегі тамаша сарқырамалар тізбегін ұсынбақшымыз. Сіздермен бірге бәрі-бар арнасы. Арнаға тіркелген болсаңыз, міндетті түрде лайк басып, өз ойларыңызды пікір алаңға жазып қойыңыздар. Ендеше кеттік. Америкадағы Нью-Йорк штатын Канаданың Онтарио провинциясынан бөліп жатқан Ниагара сарқырамасы 3 ағыннан тұрады. Тага қалыңдық ормалы және Америкалық сарқырамасы. Ниагара солтүстік Америкадағы ең танымал су каналы. Оның максималды биіктігі 57 метр, ал ені мыңдаған метрлерге созылып жатыр. Ал бұл Жапониядағы ең биік сарқырама. Нади-но сарқырамасының биіктігі 133 метр. Дэцзян Азиядағы ең кең сарқырама. Ол Қытай мен Вьетнам шекарасында ағып жатыр. Биіктігі 60 метрге жетсе, ені 200 метр шамасында. Мальтнома Фолс сарқырамасы Америкадағы Орегон штатында орналасқан. Биіктігі 189 метрге жететін сарқыраманың қақ ортасында 1914 жылы салынған Бенсон көпірі бар. Ол жерден табиғаттың сұлулығын жақыннан көруге болады. Seljalandsfoss Исландиядағы ең белгілі сарқырама. Аса биік болмағанына қарамастан, бұл сарқыраманың көрінісі ерекше. Оған қай қырынан қарасаңыз да көз тоймайды. Югасу сарқырамасы Бразилия мен Аргентина шекарасында орналасқан. Ені 2700 метр, ал биіктігі 82 метр. Сарқырама әлемдегі 7 кереметтің де қатарына еніп үлгерген. Тахколочу өзенінен бастау алатын сарқырама Камчаткадағы Витжаджец жанартауының етегінде. Оның биіктігі шамамен 4 метрдей. Рейн сарқырамасы Швейцариядағы мақтан тұтар орындардың бірегейі, әрі Европадағы суы мол сарқырама. Ені 150 метр, биіктігі 23 метр. Анхель әлемдегі ең биік сарқырама. Ол Венесуэланың тропикалық орманында орын тепкен. Биіктігі 979 метрге жетеді, ал ені 107 метр. Осымен бүгінгі бейнемізді аяқтаймыз. Сіздерге бүгін ең әдемі сарқырамалар тізімін ұсындық. Ал сіз қандай сарқырамаларды білесіз? Өз ойларыңызды комментарийға қалдырып қойыңыздар. Келесі кездескенше, YouTube'тың қызығын бөліскенше достар.